достар, бүгін мен сіздерге тауық жайлы ақпараттар айтатын боламын, және де тауықтан қанша табыс табатынын айтатын боламын, және де бастапқыда қанша бас алып бастайтынын сіздерге толығымен айтатын боламын. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерге таза қора және де таза жем мен таза су керек. Және де бастапқыда тауық бизнесін бастайтын болсаңыздар 10-15 тауық алсаңыздар болады, және де инкубатормен де өсірсеңіздер болады. Бойы берген жұмыртқаны сатып немесе өздеріңізге қолданып, ал күз келгенде оны етке өткізіп немесе өздеріңіз жесеңіздер болады. Өйткені қыс бойы тауықтар көп жұмыртқалай бермейді, ал 2-3 алып қалсаңыздар болады, бірақ көктемде қайтып сатып алып қолдансаңыздар болады. Не үшін тауықтар жұмыртқа тумайды? Өйткені суық болады, суықта жұмыртқа тумайды, ал жылы кезде туады. Өйткені жазда ол қолайлы уақыт, және де тауықтардың жұмыртқа беретін уақыты сол жаз. Ал қыста оларды сатып немесе сойып жесеңіздер болады. Айтқаным ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Енді келесі видео жақында шығады.